Ассалаумағалейкум бауырлар. Бүгін Америка құрама штаттарында International деген трактың 10 тонналық трак, соның артқы көмекші гидробортын ауыстыратын боламыз. Міне көріп отырғандарыңыздай қатты шіріген күйде. Оны қазір кесіп бастаймыз. Ең алдымен ескі гидроборттың шіріп тұрған көріп отырсыздар, солардың барлығын бетін толықтай алып тастап, тазалап, рамасына дейін тазалап алып тастаймыз. Екінші мынау жерде тұрғаны, оның жағдайы жаман емес. Сол себепті мына үлкен платформасын ауыстыратын боламыз. Толықтай барлығын сварка және болгарканы қолданып бетін алып тастадық. Ендігі кезек астыңғы каркастардың барлығын жаңадан ауыстырамыз. Ауыстырып барлығын тазалап өзінің орнына қоятын боламыз. Міне достар, дайын болды. Біздің платформамыз жаңа ауысқан күйі осылай. Мынау ең шеткі, ескісінің ең шеткі жерін бұл жерде де ауыстырып жібердік. Астыңғы каркасымен қоса, себебі шіріген күйде екен. Мынау жерде оң жақтағы пружинасын заказ беріп қойдық, сол жақтағысы табылды. Енді осының қызығын көрсек деген ойдамыз. Астыңғы жағымен жаңадан ауысқан күйі. Бұл жерде жауын және ылғал жоғары болғандықтан Америкада темірлер өте қатты шірейді және жылдам шірейді деп айтсақ қателеспейміз. Сау болыңыздар.